Қазақстанның өкіметі қазір Қытайға дүние жүзі бойынша ең алдыңғы деңгейде қарыз. Голландиядан алған инвестиция ең көп. Оттаған сөз. Оның бөлек Голландияда, Нидерландта тіркелген Қытайдың компаниясы. Сондықтан Қазақстандағы мынау Қытайда қорлық көріп жатқан қазақ мәселесін өкімет шешеді дегеннің бәрі оттаған иттер, далбақмайлар, үруге рұқсаты бар, иттер аңырауға рұқсаты бар, есектер және ойнауға рұқсаты бар маймылдар. Сондықтан ал қалың елім қазағым, сенің өкіметің жоқ, сенің өкіметің банды, сенің өкіметің қарақшы. Міне кеше ғана 4 қазақты Арон бастаған 4 қазақты, Алмат Жұмағұл бастаған 4 қазақты түрмеден босатып, міне 4 қазақты 5 жылға соттап жіберді. Бүгін міне Диана бастаған бір топ қазақты қараптан қарап бәленбай ай, міне жарты жыл болды ма, 10 ай болды ма, қамау орталығында қамап, енді 2 жылға бас бостандығынан шектеп, 1 жылға бас бостандығынан шектеп, жазасын түрме сыртында өтейді деп шығарып отыр. Бұл өкіметтің міне кеше Руза Бейсенбай тегі дейтін бір әппақ апам бар. Бүкіл Кереку жаңа Қызылжар төңірегіндегі орыс тіліне қарсы шығып жүрген апам. Соны қараптан қарап бүгін кеше қамап, бүгін шығарып, ертең соты болғалы жатыр екен. Сол кісінің біреуге зәбірі жоқ, тек қазақ тілінің мәртебесін, заңда қағазға жазылған, заң жүзінде жазылған қазақ тілінің мәртебесін қорғап жүрген адам. Демек біздің өкіметіміз ештеңе шешпейді. Біздің өкіметіміз мына елді ұзағырақ билейін, мына халықты жүйелі түрде басқарайын, денсаулығын қарайын, коронадан қорғайын, мына болашақ ұрпақ үшін істейін деп отырған жоқ. Оның бәрі бандиттар, оның бәрі ұрылар, қарылар, қарақшылар, олардың бәрі 77 ата-бабасынан Құлғытанның тұқымы, оның бәрі НКВД, КГБ, жаңа Советтің шпиондық жүйесінде фильтрлеп 77 әкесін қарап, кім сатқын, кім азғын, кім ең арсыз, топасы, солардың тұқымынан сортын жетілдіріп шыққан, өзін ойланбай тұрып керек десең әке шешесінде шашлыққа пісіріп қожайынның алдына апарып беретін ең арсыз, ең адамдық ардан безгендерді алып кеп қойған жүйе. Бұл бандиттық жүйе бүгін ертең кетемін деп дайындалып отыр. Олар қазақ жерінде бір зауыт салмайды, ертең ұрпақ үшін бір дұрыс еңбек істемейді. Бүкіл оқу жүйесін тасталқан қылып, бүкіл қазақтың баласының оқулығын 30 жылда 300 мәрте өзгертіп, надандыққа, тобырлыққа апарып отырған сол. Бүкіл жезөкшені көшеге қаматып, біздің бүкіл ұлтымыздың руханиятын бүлдіріп отырған сол. Бүкіл жер әлемнің мың сан сектасын, мың сан дінін әкеп қазақты тоздырып отырған сол. Бүкіл Қазақстанды тоздырып, арқа етін арша, борбай етін борша қылып, осы халықты максимал деңгейде, міне түрмеден шыққан, 15 жыл түрмеден нақақ отырған Арон Атабек сияқты құр сүлдерін қалдырып, қу сүйекпенен, терісін, жаңа сүйегін тек тері қаптаған, жаңа аруақ сияқты қу сүйекпен шығарып, ең соңғы бір тамшы қаныңды сіміріп болып, шетелге қашқалы отыр. Аралдарыңды аралмен сатып алды. Әскерлеріңді 100 мыңдап шетелдің жалдамалы әскер дейтін әскері бар. Тек айлық төлесең болды, сен үшін жаңағы басын бәйге деген. Сол кәдімгі қарулы полиция бар. Көшедегі қарулы күзет бар ғой, мекемелерді күзететін. Қазір шетелде қарулы армия сатылады. Шетелде армия. Соның ақшасын бересің, кәдімгі сені қорғайды аралыңды. Бұлар соның бәрін сатып алып, триллиондарды Еуропа мен Америкаға, офшорларға тығып қойып, сол Американың жаңағы шіріген жаңағы қаржылық топтарының бәрін разы қылып, бүгін ертең қашам деп отыр. Сондықтан сорлы, бақытсыз және аңқау, сенгіш, 30 жыл алданған, бүкіл 70 жыл қызыл орыстың, 2 ғасыр ақ орыстың, 30 жыл нұр фашизмнің тепкісінде болған қалың елім қазағым, өкіметтен саған қайыр жоқ, сен өз күніңді өзің көріп жүрсің, сен тек жаңақ шықпа жаным шықпа, сен бақташының бағып отырған қойсың, сен семірсең сойып алады, тентек болсаң сатып жібереді, түрмеге тығады. Міне сол нұр зындандардан бүгін тағы 10 шақты қызымыз шығып, елдің бәрі алақайлап, бөркін аспан қатып. Сен сол бүгін бөркіңді аспан қатқанда сол қыздар анау Диана Баймағамбетова сияқты қарындастарымыз, әдемі қарындас, неге түрмеге отыруға тиіс? Неге сен соның шыққанына қуануға тиіссің? Ол сол түрмеде отырмай, ол керісінше үлкен мінберлерде, сахнада қазақтың абыройын әлем алдында асқақтатып жүретін, қазақтың бүкіл ісін шешетін, оңға бастайтын азаматтар еді ғой. Ал солар неге түрмеге отыруға тиіс? Сен неғып ол түрмеден шықса қуануға тиіссің? Бұның бәрі мысық пен тышқанның ойыны. Жаңағы қарны тойған тышқанды жеп, әбден қарны тойған мысық тышқандармен алысып ойнайды, домалатып ойнайды, жіберіп қойып, бас салып ұстап алады, аяғымен тарпып ойнайды. Сол мысық пен тышқанның ойыны.
Бүгін басым аман екен деп ойлама Қазақстанның халқы. Кез келген уақытта сенде істі боласың, сенде сотты боласың. Кез келген уақытта сен өзің аман болса да, іні, жекжатын, құда, балдыз, бажа, бауырың, алпыс апа, 77-ден істі болады. Сен қысқасы істіктің басында тұрсың. Сен атылғалы тұрған Жанартаудың үстінде ұйықтап жатсың. Алтынтаудың үстінде аш-жалаңаш отырған сорлы қазақсың. Сондықтан өкімет шешеді деген оттаған сөзге сенбеңдер. Қазақ өзің аққа жақ болсаң, қараға қарсы болсаң, бақытты боласың. Ал көнімпаз, тәубешіл болсаң, шүкірбай болсаң, сорлағаның сорлаған. Зындан да түрмеде сенен еш алыс емес. Ендеше әрбір қауым ақиқат үшін, шындық үшін күрессе, Құдай тағала оған бақытты береді, байлықты да береді, берекенді береді. Ал егер ақиқатшыл болмаса, ол қауым жер жүзінен жойылады. Мына дәл қазір мен тұрған мына Америка, ол майялар, әстектер деген бізбен арғы аталар 20 мың, 30 мың жылдың алдында туысатын қысық көзді азияттар тіпті бізбен туыстас халық еді. Қайықты каяк дейтін, күнді гүн дейтін сол қауым бүгін міне жер жүзінен жойылып, бұның орнына мүлде бөлек ақ нәсілді еуропалық қауым келіп, оның жаңа жауыздар Африкадан қара зеңгілерді алып келіп, бұнда құл қылып, аналарды қырып жойып, жер жүзінде болмаған сияқты қылып, сол бір өркениетті жойып, мүлде адамның есіне кірмейтін Америка дейтін мемлекетті құрып отыр. Неге? Ол қауым Құдайдың қарғысына қалды. Яғни олар тайпа-тайпа болып, бір тайпаны ұстап алып, тұтқындап, жаулап алып, ата-бабасының аруағына 100 мыңдап адамдарды құрбандыққа шалып, 100 мың қойды. Мына арабтар Меккеде құрбандыққа сойған сияқты, олар 100 мыңдаған құлды құрбандыққа шалып жатқанда, мынау құдіреті күшті Құдайдың ғазабына қалды да, кітап иесі, ақылы кітап иелері болған, крест ұстанған, Інжілді қасиетті кітап деп сенген қауым аналарға салыстырмалы түрде Құдайға жақын болғандықтан сол қауымға дес беріп, мына жерде сол қауымның ұрпағын өсіріп отыр. Қазақ дейтін халық, сен де мынау нанғыштығыңнан, надандығыңнан, қорқақтығыңнан, аққа жақ бола алмайтындығыңнан, өсекшілдігіңнен, бәлеқорлығыңнан, көп сөзділігіңнен, жаңа болмайтын дауды қуатындығыңнан, бір-біріңе серік жолдас бола алмайтындығынан, берекесіздігінен, ұйымдаса алмайтындығынан, ұсақ түйек өсекке бәле жалаға құмарлығыңнан, біреу нақақ сотталып жатса кеудеге алғашын қорғай алмайтындығынан Құдайдың қарғысына қалып, жер жүзінен жойылып кету қаупінен қорқ. Егер сен шынайы Құдайдың ақиқатын білсең, Лут қауымдары қалай жойылды, Нұхтың қауымы қалай жойылды, одан бұрында басқа ат қауымдары қалай жойылды, бейне осы дәл қазір мына мен тұрған Америкадағы сол маялар, әстектер қалай жойылып кетті, тағы ат аталмаған қаншама қауымдар қалай жойылып кетті. Сол жойылып жер жүзінен жоқ болып кеткен қауымдардың қасіретін ойласаң, ендеше қазақ кеудеңді керіп шық, өзекті басқа бір өлім, төсегіңде жатсаң да өлесің, май шайнап қазы қарта асасаң да өлесің. Бірақ өлім ертең Құдайдың алдына барғанда сен ақиқатшыл болып барасың ба, жоқ ардан безіп қарныңды қампайтқаның үшін ғана барасың ба? Сен қалай? Қара су ішсең де өлесің, қазы қарта шайнасаң да өлесің. Бірақ Құдайдың алдына барғанда, мәңгілік өмірдің алдында сен өзіңді не деп ақтайсың?